Ауылдағы су тарату орны бар болғаны бірнеше сағатқа ғана жұмыс істейді. Оның өзі тұрғындар ұзын сонар кезектің кесірінен ауыз суға зар болып қалатын күндеріміз де бар дейді. Біз де осында келіп, күн ұзаққа мұнда құлып тұратынына көзіміз жетті. Если не успел, бери грязную воду. Егерде су құйып алып үлгермесе, құдықтан лас суды да құйып алатында кездер болды. Бірнеше екі қабатты үйдің тұрғындары да кезекке келіп тұрады. Ал ауылдың кейбір тұрғындары ауыз суды мынадай құдықтан тасып ішеді. 3 сағатқа дейін берілетін тіршілік көзін осылайша бірнеше жыл бойы жыр етіп келеміз дейді. Сонда текше метріне шамамен 150 теңгені не үшін төлеп отырмыз деп шағымданады тұрғындар. А не успел воду набрать, питьевую, набираешь прямо с колодца, и стираться, и поливать. Елді мекеннің кейбір үйлеріне су тартылғанымен олардың да бастарына келген қиындықтары бір. Себебі тіршілік нәрі үйдегі тартылған крандарға да жетпей қалады. Мен дома, да, но она не идет дома. Үйімізге су тартылғанмен бізде де небәрі 2-3 сағатқа ғана су қосылады. Қыс мезгілінде су дұрыс таратылып келеді, ал жаз айы келсе болды, үнемі суға жарымай жүреміз. Ауылдық округ әкімі өзекті мәселені тозып біткен құбырлар жөндеуді қажет етеді деп түсіндірді. Жарты ғасыр бұрын салынған құбырлар шенеуніктің сөзінше үлкен мөлшердегі суды өткізе алмайды екен. Напрямую у нас идет подача воды. Бұл мәселе ауылымызға судың магистральды су құбырынан тура жіберілетініне байланысты туындап отыр. Себебі ауыл ішіндегі таратушы құбырлар қатты қысымға шыдас бермеуі мүмкін. Ал ондай болса, мүлде ауыл сусыз қалу қаупі туындайды. Бүгінгі таңда аталған проблеманы шешу үшін су айдаушы мұнара салынып жатыр. Әкімнің сөзіне сенсек, қазан айына дейін су тарататын орынның құрылысы аяқталып біретінге ұқсайды. Өйткені мемлекеттік Ақбұлақ бағдарламасымен салынып жатқан нысанды бірнеше жыл салып келе жатыр дейді. Дегенмен тұрғындар құрылыстың аяқталуын күтетіндерін де жасырмады.